Мен сізге 3 рет келдім. Осы мен 3-ші рет келдім. Ең бірінші келген кезде мен кішкентай ғана магазинде тұрғанмын. Сол кезде келгенмін, үлкен бір магазин алсам екен деп. Бірақ ол кезде мен ақы салмақты вообще айтпаппын, неге екенін білмеймін. Ал бірінші келгенде сол тек қана магазин алсам деп келдім. Үлкен магазин алдым ол кезде, шүкір. Одан кейін екінші келгенімде жеке қабылдауымызда болдым. Ол кезде уже дайындалып келдім. Астанадан үй алсам екен, артық салмақтан арылсам екен, 20 кило, 25 кило деп. Міне енді 3-ші рет келіп отырмын, Аллаға шүкір. Үйді де алдым, Астанадан артық салмақтан да айырылдым. Артық салмағым да кетті, шүкір. Енді тағы одан да үлкен тағы Астанадан магазин алсам деп келіп отырмын. Қандай күшті. Ең бірінші 2023 жылы келдіңіз да? Солай өтім, Потом жоқ, 24-тің басында келдік. Содан кейін 24-тің аяғында келдіңіз. Енді міне 25-те. Шүкір Аллаға бірінші Алла, одан кейін сіздің өтісте. Денсаулығыңыз жақсарған? Денсаулығымда да біраз өзгерістер бар, Аллаға шүкір. Енді бүгінгі келгенім ең бірінші денсаулығым тағы да. Содан кейін Астанадан үй алып, магазин ба, әйтеуір бір нәрсе сондай бір тағы не алып, бір жақсы өзгерістер күтемін енді бұйырса. Өте қуаныштымын, рахмет. Осындай кісілер келеді, қаншама результаттарға жетіп жатыр. Сіздердің осындай результаттарыңыз арқылы басқа адамдарға да себепші боласыздар ғой. Шүкір. Кеңес бересіз бе келуге? Кеңес берем, ешқандай ненің қорқудың ненің қажеті жоқ. Еще айтыңызшы, бір отбасынан бір 10-15 шақты адам келесіздер ғой да? Еще бір үлкенімізде уже біліп бізден естіп келіп жатыр. Шүкір. Өте қуаныштымын, ем болсын.